Адамзатты адам қылған тәрбие демекші. Мен өз уақытымды аямайтын, өзгенің уақытын аялайтын, шығармашыл, идеясы өзгеден ерек, үлкеннен үйреніп, жаңашылдықты тез қабылдайтын жаңашыл тәрбиешімін. Бала жүрегі кішкентай күй сандық іспеттес. Сол күй сандықтың кілтін тауып, тәрбиеленушінің жүрегіне терең бойлайтын ұшқыр жақсы тәрбиеші болу арманым. Сәлеметсіздер ме? Мен Каратаева Ақнұр Нұржанқызы. 1993 жылы 10 қыркүйекте Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Баян ауылында дүниеге келдім. Ұстаздық еткен жалықпас. Тап-таза, парақ іспеттес бала санасына жақсы тәлім-тәрбие беру мақсатым болды. Осы үлкен ғажап әлемімізге жақсы ұрпақ тәрбиелеп, сапалы білім беруге үлес қосқым келді. Сол себепті Астана қаласының Астана жоғарғы оқу орнына бастауыш оқыту педагогикасы мен методикасының мамандығына түстім. Бұл оқуды жақсы тамамдап, нөмірі 58-ші мектеп гимназиясынан педагогикалық өмір жолымды бастадым. Алланың қалауымен тұрмысқа шығып, бала күтімінде болдым. 2022 жылы Қажымұқан ауылындағы Қошақан бөбекжайына тәрбиеші болып орналастым. Аз болу бір бөлек, ал жас сәбиге тәлім-тәрбие беру бір бөлек екенін түсіндім. Бұл мамандыққа келгеніме еш өкінбеймін. Өйткені тәрбиешіліктің де өзінің ерекшелігі бар, өзінің қызығы бар, өзінің шыжығы бар. Бұл мамандықтың қызығына бата отырып, балалармен ойнап, оларға тәлім-тәрбие бере жүріп, жас сәбилердің жүректі елжіретіп жіберіп, өзіне баурап алатынын түсіндім. Тап-таза бейкүнә балаларға тәрбие бере отырып, мен де осы жерде әлемге жақсы саналы ұрпақ тәрбиелей алатынымды түсіндім.